Бүгінгі сабақтың тақырыбы сызба сызықтары. Сызба сызықтары алты түпке бөлінеді. Негізгі тұтас жуан сызық, тұтас жіңішке сызық, тұтас ирек сызық, штрих сызық, штрих пункттер жіңішке сызық, қос нүктелі штрих пункттер сызық болып алты пунктке бөлінеді. Негізгі тұтас жуан сызық бәріне тоқталып өтейік. Негізгі қолдануы көрінетін контурлардың бір бет пен екінші бетке қиылуы сызығын сондай-ақ сызбаны оның негізгі жазуының графигін кескіндеу үшін қолданылады. Жуандығы негізінен сызықтардың жуандығына қатынасы бойынша 0,5 с 1,4 пен деланады. Белгіледі. Кейін тұтас жіңішке сызық негізгі қолданылуы өлшем және шығару сызықтарының жүргізуіне арналады. Жуандығы 0,3 с және минус 0,5 с-ке дейін. Кейін тұтас ирек сызық негізгі қолданылуы тілікті көріністен бөлу сызықтары дейді. Жуандығы 1,3 с, с-тен 1,2 с-ке дейін. Кейін штрих сызық. Ол штрих сызық негізгі қолдануы тілікті штрих не қойсын ба? Сызбаны көрінбейтін контурының сызықтарын кескіндеу үшін қолданылады. Жуандығы 1,3 с-тен 1,2 с-ке дейін. Кейін штрих пункттер сызық негізгі қолдануы симметрия өстері болып табылатын өстік сызықтарды сондай-ақ доғалар мен шеңберлерді центрін көрсету үшін қолданылады. Жуандығы 1,3-тен 1,2-ге дейін. Штрих пункттер жіңішке сызық негізгі қолданылуы симметрия өстері болып табылатын өстік сызықтарды сондай-ақ бұлақпен жаңа қайталанып кеткен ғой. Штрих пункттер енді қос нүктелі сызық болу керек. Бұдан кейін қос нүктелі штрих пункттер сызық негізгі қолдануы жазбалардағы бөлу сызықтары жуандығы 1,3 с-тен 1,2 с-ке дейін болып табылады. Басынан сұрақ қойыңыз. Басынан бастап. Сурет бойынша. Басынан бастап. Сен орасан сұрақ.